Амансыз ба қадірлі көрермен, эфирде денсаулық хабары. Хабарымызды бастамас бұрын өздеріңізге уәде бергеніміздей, біз өткен жолы айтып кеттік. Арнайы шақыртқан қонағымыз бар. Сал ауруынан оңалту тақырыбымыз. Тақырып аясында келген қонағымызбен таныс болыңыздар. Темірқұлов Сәкен Төлепбергенұлы, мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған Қанат спорттық сауықтыру орталығының директоры. Сәкен аға, студиямыз қош келдіңіз. Біз өткен жолы хабарымызға арнайы өзіңізді шақыртқаннан кейін қаншама көрермендер байланысқа шығып жатыр. Келіп те кеңес алып жатқандары бар. Сондықтан көрерменнің сұранысына қарай біз хабарымыздың уақытын ұзартуға тура келді. Сондықтан көрермен қауым, өздеріңізге ескерте кетейік. Бүгін хабарымыз тікелей эфирде 1 сағат бойына жұмыс істейді. Сондықтан қоятын сауалдарыңыз болса нақтылап түйіндеңіздер. 53-94-72 байланыс телефонымыз. Сәкен аға, жалпы осы сал ауруын ең ұзақ уақытқа зерделеп келе жатқан жанның бірі өзіңіз. Сал ауруының пайда болуы. Қандай тұжырымға келдіңіз, қандай ой түйдіңіз? Сал ауруының енді әртүрлі жағдайда сал ауруына ұшырайды. Егерде ДЦП деп не алатын болсақ, ол қазір оның негізгі этиологиясы, былайынша соның пайда болуы несі жүздеген түрі бар. Бірақ ең ішіндегі алға қойылып отқан экология. Өйткені қазіргі жастардың, мысалы, біздің жеген тамақтарымыз, басқа да нелер, солардың бәрі сол денедегі болып отқан ауытқулар, әлсіздіктер неде болады. Особенно мынау жас балдарда, қазір үйленіп жатқан нелерімізде, жас қыздарымызда соларда болып жатқан. Бұрында бұл ауру кездескен, болған, бірақ қазір тіпті көбейіп кетті. Өйткені 10 емес, енді бір 100 адамның үйінен не алатын болса, бір бала сондай шығып отырады. Өйткені ол өте қорқынышты жағдай. Ол бала, мысалы, туа бітіп, ана жолынан травма алуы мүмкін, жарақат алып қалуы мүмкін. Болмаса гипоксия дейді, тұншығып қалуы мүмкін. Пуповина дейді, мысалы, кіндік оралып қалуы мүмкін. Оның жаңағы нелерінің пайда болу түрлерін айтып жатырмын. Болмаса сау болып туған бала кейіннен жаңағыдай температура беріп, судорога беруі мүмкін. Температура 40-тың үстіне шығып кеткен кезде өзі организм не қыла алмай қалады, контроль жасай алмай қалады ми. Сол кезде мысалы өкпенің бұлшық еттері жұмыс істемейді, судорога айналған кезде бала демала алмай қалғаннан кейін кислород бармайды. Оттегі бармай, бірнеше минуттар қалғаннан кейін бала сал ауруына ұшырайды. Болмаса құлатып қалуы мүмкін, құлап қалуы мүмкін бала. Айтып жатырмын, өте көп. Бір неге мынандайдан болады деп айтуға болмайды. Бірақ экология бірісі деп өзім ойлаймын. Мен ол шешім не отқан жоқ, бірақ экология деп ойлаймын. Сал ауруын. Қадірлі көрермен, біздің хабарымыздың тікелей эфирде жүріп жатқандығын тағы да бір естеріңізге салайын. 53-94-72 байланыс телефонымыз. Біздің жаңада айтып өттік, хабарымызға Сәкен аға бірінші рет қатысып отырған жоқ, бұл екінші рет келуі көрерменнің сұранысы бойынша. Біз қазір хабарымызды ары қарай жалғастырмас бұрын өткен жолы хабарымызға келіп қатысқан сюжеттен арнайы уақыт бөліп отырмыз, сондықтан арнада болыңыз. Қанша жерден бас қатырса да ем жоқ деп жылы жауып қойылған сал ауруын жеңуге болады екен. Оны Қызылордада тұратын дәрігер Сәкен Темірқұлов дәлелдеді. Негізі Сәкен ағаның мамандығы стоматолог, ал қазіргі кәсібіне тағдыр айдап келді десек те болады. Тұла бойы тұңғышы туылғаннан айықпас дертке шалдықты. Өзі құралпы балалармен жарысып жүгірген жоқ, секірмеді, тіпті асыр салып ойнамады. Қамкөңіл әке-шешенің баланы апармаған жері қалмады. Тағдырдың жазуы болар, 1988 жылы 7 жасқа қараған шағында Қанат бала дүниеден қайтты. Сол кезден бастап Сәкен аға сал ауруы жайында көз майын тауысып, көп ізденді. Еңбегі нәтижесіз қалмады. Дәл осы орталықта, бірақ негізі біздің бастағанымыз үйден бастадық. 1999 жылы, яғни 17 жыл болып тұр. 17 жылдың ішінде мыңдаған адамды қарап жібердік. Осы бүкіл Қазақстан бойынша, Россиядан, Белоруссиядан қарадық. Сосын кейіннен енді ағайындардың үйін жалдап жүрдік. Сосын енді қазіргі немізде осы орталығымызда қабылданып атқан 25-30 адам, жаздың күнде 40 адамға дейін кетіп қалады. Оның ішінде көп жағынан мысалы несі Шымкент облысы жақын болғандықтан көбіне Шымкент облысынан келеді. Халқы көп,
сосын ең жақын боласың. Бірақ біздің Қызылордаға келетін, осы орталыққа келетіндердің көпшілігі, басқа да нелері бүкіл тек Павлодар мен Петропавл ғана келмейді. Қалған облыстың барлығы келеді, барлық жағынан да. Сондықтан сосын бүкіл жаңағы нелерден келіп жатқан адамдарды неге қойып қоямыз? Жаңағы кезекке қойып отырамыз. Кезекте айтылған уақытында келіп отырады. Орталықтағы құрал жабдықтардың барлығы түгелдей Сәкен Темірқұловтың өз қолымен жасалған. Мұндағы емделуші диагнозына қарай құрал жабдықтарды пайдаланады. Келушілердің басым бөлігінде церебральды сал ауруы. Мен өзім сваркамен айналыса беремін. Бала күніне өзімнің жаңағы хоббиім деуге болады. Сондықтан сосын енді бұл дәл осы жолға түсудің себебі негізі мен өзім Алматы мемлекеттік медицина институтын 85 жылы бітіргенмін. Келгеннен кейін 2 жылдан кейін мен ұлым қайтыс болды. 7 жасқа қараған шағында осы ДЦП ауруымен. Сосын осы ДЦП ауруымен енді біреу айналысу керек қой қалай қанда да. Өйткені қаншама ата-анаға мысалы бұл трагедия. Сондықтан осы немен айналысып, қазір осы іште тұрған 50 шақты тренажерный бар. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға әдейілеп арналған. Қозғала алмайтын бұлшықеттерінің мүмкіндігіне қарап жасалған. Енді орта есеппен есептелген барлығы, салмақтары да, басқасы да көтеріледі, түседі, басқа да әр адамның өзінің мүмкіндігіне қарап жасала беретін. Әрине заводтан жасалғандай емес, өзім үйде өзімнің балаларыммен жасалған заттар. Қайда барса да емі табылмай, түңілгеннен артық қайғы жоқ шығар. Орталыққа келгенге дейінгі ата-ананың күйі осындай еді. Ал қазір балаларындағы дертті уайымдап мазасызданған ата-ананың үміті қайта ояна бастады. Ең қиын мәселе қазіргі неде бүкіл әлемде емделмей қалады, емделмейді деген нелер бар, медицинада нозологиялар бар. Оның ішінде мышечная дистрофия, жалпы немен миопатия деп аталады. Барлық түрлерінде емдеуге болады. Өйткені біздің бұрынғы совет үкіметінің кезінде оқыған медицинадағы айтылғанда нагрузка, енді ауыр салмақ, басқа бірдеңе жасауға болмайды деген. Бұл жерде мен сіздерге айтып отырмын, әр адамның мүмкіндігіне шектеулі адамдарға қойылған, есептеліп қойылған. Сосын біз өзіміз былайша айтамыз, массаж жасап отырмыз дейміз, біз массаж жасалмаймыз. Өзіміздің методикамыз бар. Бұл методика 1984 жылы пайда болған. Өзімнің денеме, өзімнің ішкі құрылысыма, өзімнің бұлшықеттеріме жасалған эксперимент арқылы шыққан. Өткен балам ауырып жүргеннен кейін сондай болған. Бірақ әрине өкінішті, әрине мен балама қолдана алмағаным. Келешекте біз операционный блок не жасағымыз келеді. Бүкіл Қазақстанның барлық несін осы жерге диагноз қойып отырып, ол кісілерде бізде диагноз қойып отырып, қайсысына қалай операция жасалатын определить етіп енді белгілеп солар жасалса деймін. Өйткені халыққа үлкен көмек болар еді. Сюжет тамашалап алдық. Енді хабарымызға жалғастыра берейік. Аға, жаңа сюжеттің барысында айтып қалдыңыз, 50 шақты құрал жабдық дәл қазір емделушілер қызмет етіп жатыр. Тағы да іске қосылмағандары бар ма? Іске қосылмағаны қазір 100-дің үстінде осындай құрал жабдықтар болып тұр. Оған жаңада да айтып кетті, алдында айтқанмын, оған қаржы керек, оған ішін үлкейту керек, оған қою үшін әрқайсы бір определен бір нені алады ғой, жерді алады, квадратты. Сондықтан біз қазір жаңадан бастап жатырмыз, үлкейтіп жатырмыз. Осы Қазақстанның ішіндегі балдар әйтеуір соның ішіне келіп аяғына тұрып жүріп кетсін деп. 100-дің үстінде тренажерный тұр. Оны жасау жаңағы токарный станок керек, фрезеровочный станок керек. Жалпы былайша айтқан кезде үкіметтен көмек керек. Үкіметтен көмек болатын болса, бұл әрі тез жасалар еді. Мысалы, кейбір науқастар бар, уақытын күтіп отыр. Уақыт жоқ оларда. Күннен еттері кетіп жатқан. Олардың уақыты жоқ, ата-анасының уақыты жоқ. Ол бір үйдің несі жаңағы. Енді қайғы қасіреті ғой. Сондықтан біз енді уақытты қуып жүрген адам сияқтымыз. Сол егер жасалып шығатын болса, әрине үлкен көмек болады науқастарға, ата-аналарына да. Біздің енді мына айтып отырмын, енді қолдан істеп жасалған нәрселердің бәрі енді Қазақстанда жоқ. Бұрынғы постсоветский пространствода ол жерде жоқ. Германияда болып келгендер бар, Израильда болып келгендер бар, басқа да мемлекеттерде болып келгендер бар. Ол жоқ. Бізге байланысқа шығуға дайын тұрған көрермен бар. Режиссердің айтуымен біз тыңдауға дайынбыз. Саламатсыз ба?
Сіз эфирдесіз, қоятын сұрағыңыз дайындап айта Мен беріңіз. Мақтаарал ауданынан бір жеңіл шарғызым бар еді, 3,5 жаста. Соның кішкентайынан сал ауруымен ауырады. Сосын жаңағы сұрақ қойын деген сал аурудың қандай нелері болады, емдері. Сіздерді Қызылордадан естіп, сол Қызылордадан ақысы қандай болады, сосын жаңағы барлық ем-домдарын сол ненің ішіне кіремеген. Сосын жаңағы жеңіл шарғымның несі өзі андай үлкен дәретке, жаңағы кіші дәрет тамақтарын бәрі өзі бергі береді. Былайша өзі неғып андай сөйлемейді, былайша көңіл күйі жақсы. Сосын жаңағы айтайын дегенім, бұл кісілер өзінің әпкеміз айтып еді, соның нелерін қалай емдеуге болады, сосын жаңағы жол жобасын айтып жіберсеңіздер. 3,5 жаста. Сәкен аға, сұрақ түсінікті ма, жоқ қоятын сауалыңыз бар ма? 5,5-да дейді ғой деймін. 3,5-да. Біз 3 жастан бастап аламыз. 3 жастан бастап алғанда ақыл есі жақсы болса, әрине жақсы. Өйткені сосын баланың мынау тәрбиелену кезіндегі несі кезеңі. Өйткені көп, мысалы, өткенде неде айтқаным, мысалы, педиатрлар, невропатологтар, мысалы, бала ауырып диагноз қойылғаннан кейін бұл баланы жылауға болмайды, басқа қылуға болмайды, анандай істетуге болмайды, мынандай істетуге болмайды деп баланы көп нәрседен изолировать етіп тастайды. Сондықтан бала егер ақыл есі дұрыс болып не қылатын болса, тамақ ішкенде де, қалына қасық берсе де, басқасы қандай да бір қимыл болмасын өзі жасалып отыру керек. Ата-ана алдына түсіп отырмау керек. Еркелетіп алмау керек. Өйткені бізге келген жағдайда көбісінде байқайтынымыз сондай. Енді біреудің біріншісі бар. Енді қай бала болса да сондай ғой. Сосын ақыл есі әрине дұрыс болса, ол жақсы. Сосын жаңағы социальный жағдай көбісінде мысалы ата-аналары жақсы, мысалы жақсы тұратын нелер көбіне кештеу тұрады. Өйткені олар көбірек әлпештеніп, көбірек жағдай жасалынып балаға сөйтіп жасалып қояды. Оларға көп уақыт кетеді. Кейде болады, мысалы балаға жағдай жасалмаған балдар, мысалы үйде өзіне өзі қалып қойған балдар, олар тез тұрады. Өйткені басқа анамна жағдайларға қарама-қарсы тұра алады. Өзіне өзі қызмет етіп үйренеді. Енді ақысына келетін болсақ, бізде бір курс емдеу уақыты 2 ай, 2 айдың ішінде 5 күн жұмыс істелінеді. Таңертең сағат 9-дан 12-ге дейін бала массажын алады, жаңағыдай. Массажын алады, тренажерында болады. Сағат 12-ден 3-ге дейін үзіліс уақыты. Сосын 3-тен 6-ға дейін түстен кейін тағы да 3 сағат жұмыс жасалады. Біз енді қазіргі жаздың уақытына байланысты, ата-ана балдардың каникулға шығатын уақытына байланысты біз кеше 1 сағат тағы қостық. 1 сағат, өйткені әлде де болса бала жақсара берген дұрыс қой. Сондай қосып берді, оған ешқандай несі жоқ. Енді ақы жөнінде келетін болса, іште 10-ның үстінде адам жұмыс істейді. Налогы бар, басқасы бар, анаусы бар, мынаусы бар деген көп қой несі. Соған неғанда 270 мың теңге 2 айға. 2 айға оны күнделіксін күнде беріп отыруына болады, бөліп айлап беруіне де болады. Сосын бұл кісілерге тағы айтатыным, егер де науқас баланың егерде анасы болмаса, бізде өзімізде жеңілдіктер бар. Ол кім болмасын, қай жақтан келмесін. Сондай жеңілдіктеріміз болады. Ата-анасы аурулары болады. Осы Шымкент облысынан бізде бар. Әке-шешесі науқас не отқан, ол тегін емделіп отқан. Тағы да бір нелеріміз бар, науқастарымыз бар. Енді іште бір 5-6 науқас бар, тегін емделіп отқан. Болмаса кейде жағдай болмайтындар болады. Өзі көріп тұрып. Түрлі жеңілдіктер қарастырылған. Аға, біз уақытымыз 1 сағат дегенмен де көрменің байланысқа шығып жатқан өте көп, сондықтан тиімдірек пайдалану мақсатында тағы да бір көрменді байланысқа қосқалы тұрмыз. Алло, саламатсыз. Тыңдап тұрмыз, саламатсыз. Мынау жігітке сұрақ қойыңыз деген едім. Мен омыртқалардағы грыжаны қалай кетіруге болады, не істеуге болады? Қазір кішкентайларға дейін, үлкендерге дейін бәрі артқы омыртқалар ауырады, желкелер ауырады. Не істеуге болады? Мен телефонын берсе, мына жігіт. Соны сұрайыншы деген едім. Түсінікті ғой. Түсінікті. Бұл жерде жаңағы грыжа болатын себебі қазір тағы да айтамын, барлығымыз машинаға ауыр жұмысқа бейімделмегенбіз, туа бітті. Қазіргі жағдайға байланысты, өзіміздің тұрып атқан жағдайымызға байланысты. Сосын біз грыжаны емдейміз деп қазір айта алмаймыз, өйткені біз оларды емдейтін нейрохирургтар емдейді. Егер өтіп кеткен жағдайда операция жасалады, ота жасалып барып, ота жасалғаннан кейін барып, егер де
бір жерлерінде мысалы периферия дейді, аяғында не болмаса қолында, сырт жағында егерде не болса, ақаулар болып істемей жатқан жерлер болса, соларды қосып бере аламыз. Тундаймыз. Аға, телефоныңызда сұрады ғой, айтыңызшы. 777 362 28 83. 83. Иә. Сакен ағамен байланысу үшін 8777 362 28 83 телефондарына хабарлассаңыздар болады. Біздің хабарымыз ары қарай жалғасады. Бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымыз сал ауруынан оңалту. Хабарымызға келіп отырған қонағымыз Сакен Темірқұлов. Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Байланыста тұрған көрерменді тыңдаймыз. Алло? Саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Қазығұрт ауданынан звондап отқан едім. Менің омыртқам сынған. Авария болған. Омыртқамда темір қойылған. Мен жүре алмаймын 1,5 жылдан бері қарай. Сіздерде соны емдейді ма? Сосын менің 2 аяғым 8 көзімнен төмен қарай осы жақыннан бері қол тигізбей ауырады. Күннен түннен қақсап ауырады да. Сіздерде сол темір қойылған адамдар емдейді ма? Омыртқасына жарақат алған, беліне операция жасалған металлическая конструкция дейді, соны жасап қойылған, өйткені омыртқа езіліп кеткен компрессионный перелом дейді. Енді бұл жерде қазіргі ауырып тұрған жағдайында корешоктар болады. Тамырды жан-жағына шығатын тамырлар болады. Может, сол жерлеріне бір жер басып тұруы мүмкін. Болмаса, жұлынның өзінен шығып тұруы мүмкін. Егерде ондай науқастарды біз емдейміз. Өзіміздің қазіргі бірнеше адамдар бар. Көп жыл бойы жатып, аяқтарына тұрып атқан науқастар бар. Бізге келу керек, көрінуіміз керек. Көріну керек, сосын барып айтып беремін. Оған дейін келу үшін жаңағы травма дейін, мысалы, жарақат алғанға дейінгісімен кейінгі нелерін алып келу керек бізге. МРТ-сы болсын, рентген снимкасы болсын, соларды алып келу керек. Аға, қазір емделіп жатқан науқастар бар, кезекте тұрған тағы да бар. Барудан бұрын кезекке тұру керек па, жоқ әлде бірден бара беру керек па? Қандай кеңес айтасыз? Енді бұлай өткенде сіздердің нелеріңізден, хабарларыңыздан кейін, осы дауа передачасынан кейін қазір адам көбейді. Өткені жаңа айттым, Қызылорда қаласы, Шымкент қаласы, жаңа үлкен қала, адам көп, не деген сияқты. Қазір арасында кезекке қойып отқандарымыз бар. Өткені сосын жаңа жазғы тұрым бізде адам көп болады. Өткені жаңа каникулға шығатыны. Сол неғып тұрғанымыз. Иә. Аға, біз жаңа тек қана ДЦП ауруы емес, сонымен қатар сіз жол апатынан ұшырап, ауыр жарақаттан жүре алмай қалған, инсульт, инфаркт дерттерінен кейін сал болып қалған жандарға да тіпті жас балалардан ересектерге дейін қабылдауға мүмкіндік бар. Бар. Бұл жерде инсультты тағы да айта кетейін. Инсультты егерде мысалға несі давлениесі, мысалы қысымы егерде тұрақталған болатын болса, қана қабылдауға болады. Өйткені тұрақталмаған болатын болса, бізде берілетін нагрузкалардан кейін наоборот күшейіп кетуі мүмкін. Өйткені бізде жаңа айттым, массаж емес, кейбір зоналарына воздействие еткен кезде давлениелер көтеріліп кетуі мүмкін. Жарақат алғандар, әрине, біз омыртқамен жарақат алғандарды қабылдаймыз. Өйткені қазір көп адам қабылдайды. Иә, бүгін хабарымызға Болат Жолшиев, Отырар аудандық емханасының бас дәрігері, Абай Дүйсенбиев, Отырар аудандық ауруханасының реаниматолог дәрігері, сонымен қатар Мейірім оңалту орталығынан өкілдер, сонымен қатар белгілі журналист Бақтияр Тайжан ағамыз да келіп отыр. Қонаққа қоятын сауалдарыңыз болса, түйіндеп нақтылай отырыңыздар, біз сіздер тыңдауға дайынбыз. Ал қазір студиямызға байланысқа тікелей эфирге шыққан көрермен бар, тыңдауға дайынбыз. Саламатсыз ба? Біз сіз тыңдап тұрмыз, қандай сұрақ қоясыз? Біз байланысқа шыққан көрерменді тыңдап алайық. Алло. Сіз эфирдесіз, уақытты дұрыс пайдаланайық. Біз сіз тыңдап тұрмыз. Өкінішке орай байланысымыз үзіліп кетті. 53-94-72 байланыс телефоны, қайтадан хабарласуларыңызға болады. Сіздер тыңдайық. Саламатсыздар ма, көрермендер? Сакен Темірқұлов. Енді біз қарап алсақ, бұл реабилитация деген бұл үлкен проблема болып отыр қазір мен медицина саласында. Қазір дәрігерлер, мысалы, мен өзім хирургпын, мамандығым, негізі мамандығым. Травматолог болып жұмыс істегем.
қазіргі медицинада енді ол реабилитация үлкен проблема болып отыр. Науқасты негізгі этапта емдейміз да, ары қарай реабилитация дұрыс жүргізілмейді. Оны жасыратын нәрсе де емес. Мысалы, кейбір дәрігерлер оны білмейді қалай реабилитация істеу керек екенін. А білгендер онымен толық айналыспайды. Оған бір жағынан уақыттың жетіспеушілігі болуы мүмкін, басқа себептер болуы мүмкін. Енді сіз осы істің мамансыз да, бір жағынан реабилитологсыз сіз. Енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, методикам бар осы не дегенде. Ол сол бір сұрақ қойғым келіп отыр. Сол методика ол бұрыннан болған методика ма, жоқ өзіңіз тапқан методика ма? Егер ол методика болса, оны бір ғылыми несі бар ма, доказательный базасы дейді ғой. Сондай базасы бар ма? Егер болса, оны жаңағы мысалы өзім біздің ауданнан сіздің орталықта ем алып оң жақсы нәтиже болып жүрген қарындастарды, інілеріңізді, жерлестеріңізді білеміз. Ол сіздің қолыңызға түсіп, сіздің оңалту орталығына тап болған, ол бір бақытты нәтиже болғаны. Сол методикаңыз болса, жаңа айтқан, соны жаңағыдай бөлісуге болмайды дейсіз ғой. доказательный базасы бар ма? Әрине бөлісуге болар еді. Өйткені бұл методика 1984 жылы пайда болған методика. Мен жаңа неде студент болып жүрген кезімде бізде афферентный система деген болады. Білесіздер ғой, бұл адамның несінде соның бірнеше тармақтары бар. Сол тармақтарға сүйене отырып жұмыс істелетін бұл ем. Бұл емді біз егерде барлық неге көрсете алатын болсақ, әрине басқаларда жасауға болар еді, қолданылар еді. Маған авторство берсе, мен стоматолог деп шегіндірмей, невропатолог деп қабылдаса, невропатолог деп қабылдамаған күннің өзінде реабилитолог деп қабылдап лицензия берілсе, патентовать етілсе, әрине бұл барлық, мысалы біздің Қазақстанның облыстың барлық жеріне, 14 облыстың барлық жеріне таралды. Оған әрекет жасадыңыз ба өзіңіз? Оған әрекет жасадым. Кеше ғана жаңағы неде министрде информационный порталда маған тікелей жауап берді. 2 күннің ішінде 1010 адам маған дауыс беріпті. Басқа мемлекеттерінде дауыс берді. Бірақ берілгенмен әр жағында айналып келгенде сол менің стоматолог екенім кедергі болып тұр. Егер де мен лечебный факультетті бітіріп, емдеу факультетін бітіріп, егер не алатын болсам, басқа квалификация ауыстырып мен жасай бередім. Бірақ оқығанымыз бір институт, енді мамандығымыз бөлек болғанмен, сонда проблема. Әлде де үміт бар, мүмкін түсіністікпен қарап, үлкен жұмыстың нәтижесіне қарап, үлкен бір мүмкіндіктер туатын шығар деген ойдамыз. Ал енді көрерменді байланысқа қосайық. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Сұрағыңыз қоя беріңіз. Алғыс айтайын деп едім Сакен ағаға. Біз осы қанат клиникасына қаңтар айынан бері ем алатын едік. Бөлеген Нұрали, балам 4 жаста. Қазір осы клиникаға барғалы шүкір, балам аяғына байлап қойса тік тұрып, өз-өзін ұстауға белсеніп жүр деп айтқым келеді. Бары осы бір Алланың және де екінші Сакен ағаның көмегі деп білемін. Әрбір атана осы үмітін үзбей, бірінші үміт қой, екінші осы сеніммен осы Сакен ағаның айтқандарын істеп, алға ұмтылса бәрі жақсы болады деген ойдан. Сол үшін алғыс айтқымыз келеді, отбасымыздың атынан, бүткіл емделуші клиниканың атынан. Сіздерге үлкен алғыс білдіргім келеді Сакен аға. Алғыс есту қандай рахат. Нұралиге бізде Алладан шипа болып, аяғына тұрып жүргізуіне тілектеспіз. Тағы да байланысқа шыққан көрермендерді қосқанша біз студия қонақтарын тыңдайық. Сакен аға, біз өзім реаниматологпын. Бізде небір науқастар түседі, геморрагический инсульт, тромбоишемический инсульт. Сол инсульттардан кейін қалатын аяқ қолында парез, легия қалады ғой. Кейде ол қалмай да жазылып жатады. Кейде комада жатқан адамдардың аяқтарында төмен қарап атрофия болады да, соны Шымкент облыстардан келеді ғой, аяқтарын тіреп қойыңдар дейді. Ол тірегенмен бәрі болмайды. Соны басқаша бір жолы бар ма, соны айтып берсеңіз. Инсульт алғанда көп жағдайда, мысалы геморрагический болсын, основной геморрагический түрінде болады. Мына біздегі кейбір бұлшық еттер
неге рефлекторлы түрде мынау нелер тартылып қалады, миға бағынбай қалған кезде өздігінен жаңағыдай бұлшықеттерінің бәрі артық жұмыс істеп тұрады. Оның ішінде икроножная мышца, тізеден төменге қарай артқа бұлшықеттер жасалады. Сол кезде біздің аяғымыз стопа төмен қарай басылып қалады. Оны мен бұрын естігем. Өйткені мысалы неде аяғын жатқанда аяғын тіреп қойып жатады деп. Бірақ оны постоянно тіреп қойып жатуға мүмкіндік жоқ. Оған циркулярный гипс салуға болады. Циркулярный гипс салып, ішіне мата орап, аяқты кейін қарай тартып, циркулярный гипс орап тастауға болады. Басына енді контрольны қалдырып отыруға болады. Өйткені ол жерде контрактура болып, я басқа бірден қалмайды. Науқас емделіп жатқанда, пока мынау несін мидың ішіндегі құйылған қанды болмаса, солардың бәрі рассасация етіп кетем, өзіне келем, тұрам дегенше, аяғын дұрыстап қоюға болады. Кейіннен шешіп жаңағы алып тастауға болады. Тұрып жүріп кетуінде де оңтайлы жағдай. Иә. Енді режиссердің айтуымен көрермендерді байланысқа қосайық. Толассыз хабарласып отқан көрермендер үлкен үмітпен хабарласып жатыр. Сондықтан біз тағы да бір телефон байланысына дайынбыз қосуға. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Менің қызым 10 жаста, гидроцефалия болған, операция жасалынған. Қазір шунтпен 3 класста оқиды. Бірақ аяғынан жақсы жүре алмайды. Өскен сайын на цыпочках дейді ғой, орысша айтқанда, көбіне на цыпочках жүреді. Соны сізге көрсетсек болады ма? Сұрағыңызды түсіндім. Бұл жерде сіздің айтып отқаныңыз наружная гидроцефалия қойылған бастапқы диагнозы, оған шунт жасалған, не мысалы асқазанына қойылған несі шунтты болмаса жаңағы қуығына жасалған. Примерно сондайға жасалады. Сосын екінші диагнозы сіздің балаңызда спастическая диплегия, айтуыңызға қарағанда. Детский церебральный паралич, спастическая диплегия. Бұл жерде жаңа айтып отқанда икроножный мышцалар тартылып қалып тұр. Оларды қазір біз Россияның врачтарымен жұмыс жасаймыз, Ресейдің. Болмаса мынау неде Алматыда 12-ші больницада профессор Чемерис, Андрей Васильевич Чемерис деген бар. Сол кісіге қаралуға болады. Ол жерде диспорт, былайынша ботулин деп айтылады. Соны салдыруға болады. Бірақ бұл жерде степень спастики. Соны келіп маған көріну керек. Может операция керек па? Мүмкін жаңа диспорт керек па? Өйткені 2 жылдан асып кеткен мысалға нелер тартылып тұрған еттердің ішінде фиброзная ткань деген образоваться етеді, жіп сияқты болып жіберілмейтін. Болмаса басқа да түрлері бар. Егер келсін содан кейін айтамыз. Демек, көзбе-көз көріп отырып, тағы да біраз дәлді диагноз қою керек. Тыңдап тұрмыз, тағы да бір көрермен байланыста екен. Саламатсыз ба? Біз сізді мұқият тыңдап тұрмыз. Саламатсыз. Алло, саламатсыз ба? Мен Сәкен ағайға сұрақ қойып деген, мен балам 16 жаста да, 17-ге толады уже почти. Спастическая диплегия деген диагноз қойылған еді. Тізесі бүгіліп тұрады, тік тұра алмайды. Соны апарсам болады ма сіздерге? Сұрағын түсіндім. Спастическая диплегия деп былайша қойыла береді сұрақты, диагноз қойыла береді, бірақ көп неде қателік кетеді. Өйткені қолында да болып тұрады. Қолмен еркін жұмыс істеп, егерде 100%, 100% егер қозғалып тұратын болса, қана спастическая диплегия деп қойылу керек. Сосын бұл жерде тізесінің астындағы еті, санның артындағы полуперепончатый, перепончатый двуглавый мышцалар дегені бар, тағы да басқа да еттер бар, бұлшықеттер. Енді несінде солар тартылу күйінде тұр, спастика күйінде тұр. Оларға айтып отырмын, егер де уақыты өтіп кеткен болатын болса, біз қазір Россияның врачтарымен жұмыс істейміз, метод ульзибаты деген бар, соған операцияға жібереміз, болмаса диспорт алдырамыз, болмаса өзімізде басқа да түрлері бар, жаңағы оны келтіре беретін. Иә. Тағы да студияда қонақтар, иә? Сәке, рахмет. Көп мыңдаған адамның жарасын жазып жатыр екенсіз. Мен өзім сұрайын деген, менің де баламды жағдайы сондайға. Бірақ енді ол сала емес, негізі оны жұлдыз жақындаған. 6 жасында ағаштан құлап еді. Сіз енді жұлын былай зерттеп көрдіңіз бе, мысалы? Мысалы, сіздің аппараттарыңызды қарап отырмын, көбіне көп соңында келетін сияқты. Жұлын ауыр, қазір бірақ 30 жаста. Бізде енді жұлынмен біз не қыла береміз, енді 70-тің үстіне шығып кеткен, кейде 80-нің үстіне шығып кеткен кісілерді әкеп атады, енді ол жерде болмайтын, оның белгілі. Бірақ енді 30-ның үстінде жанып тұрған кезі ғой. Егер де сигнал өтіп тұрған болатын болса,
болмаса сигнал өтпегенмен басқа да сигнал бар, біреу чувствительный, біреу двигательный дейді. Екеуінің біреу өтіп тұратын болса, оны мен өзім тексеріп көруім керек. Егер де болатын болса, кім біледі, ары қарай тартып алып кетуге болады. Иә. Мен көруім керек оны. Демек үміт бар. Иә. Үміт бар. Дене құрылысы бәрі жақсы. Жалпы аяғы бәрі өсіп Бұл былайда, мысалға жаңа мен айттым ғой, жаңа чувствительный двигатель, сезімді жаңа қозғалыс деп. Егер де сезім түсіп қалуы мүмкін, қозғалыста түсіп қалуы мүмкін, бірақ сезім жартылай ұйқыда жатуы мүмкін. Түсініп тұрсыз ба? Егер де біреуін қозғай бастаған кезде қозғалыс қосылады қасынан. Өйткені бала өзі, мысалы науқастың өзі сезбеуі мүмкін істеп тұрған еттерін. Тауып алуға болады. Алып келіңіз көрейік. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма қоятын? Түсінікті. Қазір мынау естіп жатырмыз, сіздің жасаған құрал жабдықтарыңыздан көшірме жасап, ем жасағысы келген кісілер бар ұқсайды. Рас па? Енді Талдықорған қаласынан бар енді жасаған, енді оны шамал мен өзім ойлаймын жиендік жасаған шығар деп. Жиендік жасаған шығар. Қазір енді Алматыдан бірінші жаңағы енді реабилитационный центр деп, жаңағы спортивно-оздоровительный центр, спорттық сауықтыру орталығы деп ашқысы келіп отыр. Енді бұл кісіге ештеңе айта алмаймын. Жүректен шықпағаннан соң жүрекке жетпейтін шығар. Тыңдап тұрған тағы да байланысқа шығатын көрмен бар. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Қандай сұрақ қоясыз? Мен Сәкен ағаға алғысымды айтайын деп едім. Негізі Қарағанды қаласынан келгем, қазіргі уақытта осы жерде ем алып жатырмын, қанат клиникасында. 4-ші жыл келіп жатырмын. Қызымды аяғынан тұрғызып, ақырын қызым жүріп жүр. Негізі келген беттегі жағдайы өте нашар болған. Бірінші жылы балдаққа салды, екінші жылы жетекке келдік. Қазір ақырын аяғын басып жүрді. Сондықтан бұл кісіге алғысым шексіз. Амангүл деген қызымды аяғынан отырғызып, бұл кісінің қолданып жатқан, айтып жатқан ақылының барлығын десе, баланы аяғынан тік тұрдыруға болады. Менікі балам спастический дифильгия, тяжелый состояние, сол баланы уже қазір көрсеңіз жақсы. Сондықтан бұл кісіге Алланың нұры жаусын деп шексіз алғысымызды білдіреміз. Біз де өте қуаныштымыз. Перзенттеріңіздің аяғынан тұрып жүріп жатқандығы үлкен бір нәтиженің, үлкен бір жұмыстың нәтижесі. Еңбегіңіз әрдайым алға бассын дегіміз келеді. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Сәкен аға, сіздің тағы да бір үлкен үмітіңіз, бұл экспоға қатысып, тағы да бір үлкен нәтижелерге жету. Әр адам өзінің тұрып жатқан мемлекетінде, туып өскен мемлекетінің патриоты. Әр адам болғысы келеді. Әрине, ондай үлкен бақыт, әрине. Мен жаңа айтып отқан жаңағы біздің Қазақстан егер де осыны қолдап, мүмкін түсінбей жатқан шығар. Мүмкін ол кісілер дұрыс деп те ойлаймын мен. Өйткені қойылған неге заңнан ол ешқайсысы да ауытқып жатқан жоқ. Министр де, басқа да, облыс әкімі де, басқасы да, облыстарда. Бұл жерде егер де қолдап, финанс жағынан болсын, енді ешкіммен қол жайып та жүргім келмейді. Бірақ егер де көмектескен бизнесмендер болып, көмектесіп жатса, басқа жатса, егер де Қазақстан өзі көмектесіп, осыны қолға алып не алатын болса, бұл тренажер, жаңа мен сізге айттым, 100-дің үстінде тренажерный бар, солардың бәрі жасалатын болса, бұл аналог жоқ басқа мемлекеттерде. Реабилитациядан, жаңа біздің коллега мысалға айтты, бізде реабилитация ақсап тұр деп. Егер не алатын болса, бүкіл әлемнің алдында реабилитацияны алға қойуға болады. Және де бұны заводтан жасап, басқа мемлекеттер патенттер етіп, басқа мемлекеттер сататын болса, үлкен мол ақша түсіреді Қазақстанға. Демек, экспо сізге үлкен мүмкіндік қарастырып отыр. Ойыңыз? Иә. Тағы да хабарласқан көрермен бар екендігін ескерейік. Тыңдап тұрмыз сізді. Мен бір немеремнің несі бар еді бір, жалмақ шыққан еді, кішкентай кезінде. Соны басы шерген дейді де жылқы бар. Соны операция істеуге болады ма екен? Түсіндім. Рахмет. Бұл жерде баста дисплазия болуы мүмкін.
Дисплазия деген буынның жетілмей қалуы, ол көп балада ұршықтың дамымауы, ұршықтың дамымауы жетілмей қалып көбіне қыз балаларда кездеседі, 10 қыз балада кездеседі, 1 ұл балада кездеседі. Бірақ енді ол бұл жерде кейіннен жүріп не қаннан кейін коксоартроз деген ауру шығады. Өйткені бір-бірін қажай бастайды, екі сүйек қажай бастайды. Енді жасы 14-те болатын болса, әлі процесс тоқтаған жоқ, 17-те болатын болса, онда бір 1-2 жылдың шамасында эндопротез деген болады, протез ауыстыруға болады. Басқа ол жерге ештеңе істей алмайды. Түсінікті. Аға, қазіргі уақытта травматологтар мен ортопедтер тізе буынының қажалуына байланысты түрлі операциялар жасап жүр ғой. Сондай дерті бар жандарға қаншалықты көмек көрсете алар едіңіз? Қаншалықты көмек көрсеткенде біздің қазіргі заманның ағымына қарай біз көп нәрсені өзіміз жасамаймыз. Өзіміз жерге отырмаймыз, өзіміз тұрмаймыз, басқа жерге барып көп жүрмейміз. Астымызға машина мінгеніміз, отырғанымыз столда тізе өзінің амплитудасы жасамайды. Жасалмағаннан кейін, мінекей мына жерде травматологтар отыр, менің коллегам мысалға бұлшық еттің несіне, мынау буында адамның денесінде 220 сумка болады. Сумка болады, жаңағы суставной сумка дейді, буын сумкалары, солардың барлығына майдың баратыны, бұлшық еттің жұмыс істегенінен бөлінетін, синтездер бөлінген зат барып барады. Сол арқылы не алады. Егер де біз тек медицинаға сеніп, болмаса дәрі-дәрмекке сеніп, не болмаса майға сеніп, мына жерде не алса кетеді екен деген, ол қате түсінік. Адам көп қимылдау керек. Көп қимылдаған кезде барып, ішіне май барады. Май барған нәрсе, ол жақсы жұмыс істейді деген. Әрі бұлшық етте жұмыс істейді. Демек, отасыз да ем жасауға болады. Енді өтіп кеткен болатын болса, конечно, жасауға болмайды, онда ота жасалады. Салауатты салтын, өмір салтын қалыптастыру керек. Иә, үлкен кісі байланысқа шығып тұр деп ақпарат беріп жатыр, режиссер. Алло. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз аға. Жасым 70-те. Алло, естіліп жатыр ма? Иә, естіліп жатыр аға. Жасым 70-те, 4 жыл болды, 5 жыл болды, мұны ауырып жатырмын. Екі аяқтан жүре алмаймын. Бірінші диагноз грижа, омыртқа. Екінші диагнозым рак предстательной железі. Сол барлығы айланып келді. 2 күн төңірегінде жүре алмай қалдым. Оның арасында 1 жыл тұрып жүрдім. Қазір енді қайтадан 2 ай болды, қайтып жүре алмай қалдым. Осыған қандай ем дауыңыз бар, тәкен шағым? Бұл жерде сұрағыңыз бар ма? Түсінікті ма? Мен түсіндім. Егер де предстательный железада, егер де рак болатын болса, біз әр нәрсені бірінші орынға, екінші орынға, үшінші орынға қоямыз. Егер де бірінші орында онкология болып тұр. Онкологияны емдеу керек. Одан кейін де қалған вопростарды шеше беруге болады. Мен айтарым сол, бірінші соны емдеу керек. Онкологияны емдеу керек. Иә, жаңа бір емес 2 рет айтып қалыңыз. Ресейдің дәрігерлерімен жұмыс істеп жатыр. Мен қызғанып отырмын осы отырысымда. Біздегі атқа мінерлі азаматтардың құлағына алтын сырға дегіміз келеді, қолда бар алтынның қадірін біліп, қолдау көрсету керек шығар сізге. Мемлекеттен қандай көмек күтесіз? Мемлекет біздің бай ғой, біздің мемлекет. Егер де бай болып жаңағыдай көмектесетін болса, ол бір салаға егер де кішкене ғана көмек бөлінетін болса, мен бір қолым жайып сұрап отқан жоқ. Көмектеспесе де мен ренжімеймін. Бірақ көмектесетін болса, айтқаным жаңағыдай басқа мемлекеттеріміз алдына шығып кетеміз. Реабилитацияның алдына шығып кетеміз. Жаңағыдай авторлық құқық беріп сізге жаңағы құрал жабдықтың бәрін патенттеп беретін болса, әрбір облыспен тікелей байланысқа шығып жұмыс істеуіңізге үлкен мүмкіндіктер қарастырылады. Барып, мысалы, түсіндіріп, көрсетіп, мысалы, неғып беруге болады. Хабарласқан көрерменнің бар екендігі ескертілді. Тыңдап тұрмыз. Қандай сұрақ қоясыз? Біз сіз тыңдап тұрмыз, саламатсыз ба? Байланыстасыз. Уақытты алмайық. Алло. Алло. Қандай сұрақ қоясыз? Тыңдап тұрмыз ғой. Алло, саламатсыз ба? Мен Жаңақорған ауданынан едім. Мен Жаңақорған ауданынан звондап тұрмын. Менің балам бар, қазір 15-те. 15 жасар. Естіліп тұр ма? Естіліп жатыр, иә. Жалғастыра беріңіз. Сол балам өмірінде ауырып көрмеген осы 14 жасқа дейін. Сол 14 жасқа келгелі осы 1 жылдың көлемінде болып, баламның бірден жүрісі өзгерді. Сосын өкшесін жерге тигізе алмай қалды. Өкшесін жерге тигізе алмай, аяғын көтеріп жүреді. Сонан баланы шешін көрсек,
шығасының бұлшық еттері мүлдем кетіп қалған, және екі иықтың бұлшық еттері кетіп қалған. Жүрісі мүлдем өзгерді. Баланы отырып тұруы қиындады. Енді оны біз докторларға көрсеттік, невропатологқа көрсетіп, оған жаңағы Сәкенаға айтқандай миопатия, дюшене миопатия деген диагноз берді, және прогрессирующий мышечная дистрофия деді. Жалпы сұрақ түсінікті. Иә. Енді мен осы Сәкен ағаның тренажерный залды естіп, сол невропатологқа қайттан айттым да, осы ғана апарсам бола ма десем, ол мен де естіп жатырмын, бірақ балаға нагрузка түсіруге болмайды. Тек қана күтіммен, Құдайдан бір көмек сұрап күтіп отыратын дейді. Енді осы мен. Рахмет, сұрақ түсінікті. Орыста жақсы мақал бар, на Бога надейся, но сам не оплошай деген. Бұл жерде миопатияға жатады, мышечная дистрофия, прогрессирующая мышечная дистрофия, дюшена. Өзінің басталатын уақытта біреуінде течениесі может быть жаңағы болуы мүмкін, жаңағы прогрессирующий екеуі болғанмен де біреуінде течение злокачественное, біреу доброкачественное, бұл кісіде злокачественное течениесі. Енді бұл баланы міндетті түрде жақын арада алып келу керек. Әйтпесе бала сол қазір отырып тұру қиын деп жатыр. Ол отырып қалады. Егер де отырып қалатын болса, бұл тұрып кете алмайды ары қарай. Қазір мысалы бір бұлшық етте егер де санағанда 1000 талшық болатын болса, сол талшығын күннен күнге жоғалтып жатыр. Бұлайша қазақша айтып түсіндіргенде. Соны біз қайтадан басына байлауымыз керек, кетіп баратқан ені. Енді мен жаңа дәрігерге айтқан несін жаңа айтып отырмын, Совет үкіметінің кезіндегі жасалған, мысалға жазылған барлық жердегі жазылған не? Ауыр салмақ беруге болмайды дейді. Егер де суға кеткен талғармайды дейді қазақта. Ол келу керек, көру керек. Жаңа орган деген тіпті жақын. Сол неді қазіргі жағдайындағы состояниесін ұстап қалсақ та ол үлкен бақыт. Әйтпесе бала ертең бір күні орнынан тұра алмай қалатын болады. Бізге келетін болса жылжиды алу. Миопатия деп айтамыз. Жалпы бұл қандай дерт, оның емін табуға болады ма? Миопатия деген негізі жалпы генетикалық ауру дейді. Бірақ бізге келіп атқан науқастардың осындай диагнозбен келіп атқандардың генетикасын, мысалға генетиктер тексеріп көрген күннің өзінде де ешқандай ештеңе табылып жатқан жоқ. Табылып жатқан жоқ. Я оның әкесінде де, я шешесінде басқа ата бабаларында ешқайсысында кездесіп жатқан жоқ. Бірақ бұл көп ауру болып тұр. Бұл жерде бұл врожденный, туа бітті науқас, бала жүріп кейіннен болатын. Мина замедленного действия дейді. Мысалы, примерно сондай болып келетін. Бірақ оның емі бар, қазір мен айта аламын, емі бар. Кеше бізге тағы да Астанадан келіп тұр, 21 жастағы. Мына кісідікі дюшен болса, оныкі басқа түрі. Оларда демек үміт бар, емі табылады. Хабарласқан көрерменді байланысқа қосайық. Біз сіз тыңдап тұрмыз, саламатсыз ба? Уақытымыз шектеулі, сондықтан сұрағыңызды ертерек қойсаңыз. Саламатсыз. Мен сұрайын дегенім, мен енем ауырып жатыр. 6 ай болды, жатып қалғанына, диагнозы миелит дейді. Ол адам күректен төмен жүгірейді, ешқандай органды сезе алмайды. Сондай ауруларды емдей ма? Мен бағдарламаның басынан көре алмай қалдым, соған ол жердегі емделу ақылы ма, ақысыз ма, қай жерде орналасқан, солай қайта айтып кетсеңіз. Милит енді жолына салқын тиген деп тұр, бірақ бұна, если бұл подтвержденный диагноз болатын болса, көбіне ол диагноздарға пункция жасалып алынады, болмаса да басқа клинический проявлениесіне қарап қойылады. Егер де диагноз дәл қойылған күннің өзінде де бұл кісі науқасты алып келіп көрсету керек бізге. Алып келіп көрсетеді. Өзіміз тексеріп көреміз. Сосын магнитный резонансный томографиясын алып келеді. Міндетті түрде соларын алып келіп көрсету керек. Может, басқа да, енді негізі жалпы бізде Қазақстанда дәрігерлеріміз өте білімді. Өйткені қойылып атқан диагноздарды ешқандай ауытқып мен көріп жүргенім жоқ. Точно қойды. Нақты, дәл қойды. Хабарласқан тағы да бір байланысқа шыққалы тұрған көрермен бар екен. Тыңдайық. Саламатсыз ба? Мен күйеуім 130 мені давление көтеріле алмай құлады да, инсульт алды. Сол әлі 4 ай болды. Әлі не жоқ, бір қолы әлі істемей жатыр, аяғының
бір буыны сәл істейді, сонымен кіріп шығады да. Ал қолы істемей жатыр әлі. Түсінікті ма? Қоятын сауалыңыз бар ма? Ау. Көрерменге. Бұл жаңа айтып отқан негізі жас жігіт қой деймін. Негізі бұл негізі көбінде болатын мынау етті кісілерде, толық кісілерде болатын ауру, миына қан құйылып тұр, геморрагический дейді, қан құйылған ғой. Қазір енді жаймен кіріп шығып отыр деп отыр, бірақ бір қолында деп тұр. Правосторонний, левосторонний гемипарез. Бірақ енді бұл кісілер жаңа алдында айттым, егер де қабылдап не алатын болсамыз, давление стабильный болмаса біз ала алмаймыз. Егер алған күннің өзінде көтеріліп кетуі мүмкін, қайталап қалуы мүмкін. Сондықтан біз не алмаймыз. Бірақ келіп көрінсе, ақыл кеңес беруге болады. Может, тағы басқа да жерде жіберуіміз мүмкін. Иә. Режиссердің айтуымен тағы да хабарласып тұрған көрерменді біз тыңдауға дайынбыз. Біз сіз тыңдап тұрмыз, саламатсыз ба? Сұрағыңыз қоя беріңіз аға, біз тыңдап тұрмыз сізді. Алло. Алло. Тыңдап тұрмыз. Саламатсыз. Саламатсыз ба? Иә, мен Сарыағаш ауданынан звондап жатырмын. Менің белімде грыжа бар деді, содан неге түскен еді әлгі томографияға. Содан қазір 0,5 сантиметр дейді ма, содан екі жамбасы бұйып кетеді сәл жүрсем. Бір 5-10 минут тұра алмаймын орнында. Содан бұл жүректерім қатып қала береді. Соны уқаласам сәл босайды. Соған бір қандай ем жасасам болады? Сұрақ түсінікті. Сұрағыңыз түсінікті. Бұны енді қазір бізде қазір көп нәрсе бар. Жаңағы созамыз дейді, басқа қыламыз дейді, жаңағы омыртқаны созып емдейміз дейді. Бұл кісідікі өтіп кеткен. Егер де жамбасы үйіп, аяқтары тартылып жатқан болатын болса, жаңағы спастика деп тұр. Асқынған түрі. Иә, уже асқынған түрі. Операция жасалмаса, онда жұлынға қазір басып тұр. Соны алу керек. Бірінші причинаны алып тастау керек. Сосын барып әрі қарай жақсара береді. Хабарымыздың аяқталуына 10 минуттай уақыт бар. Әлде де үлгеріп жатқан көрермен болса, біз байланысқа қосуға дайынбыз. 53-94-72 байланыс телефонымыз. Көрермен тыңдаймыз. Өкінішке орай үзіліп кеткен болар. 53-94-72 байланыс телефонымыз. Үлгеріп жатқан 1-2 көрерменді байланысқа қосуға әзірміз. Дайын болған сияқты біз тыңдап тұрмыз. Қояйын деп едімше? Иә, саламатсыз, тыңдап тұрмыз. Тыңдап тұрсаңыз не? Мен былтыр 2015-те қолымды сындырып алған ем да. Содан еш жер түзете алмай жатыр да, қолым көтерілмей қалды. Соны Шымкентте болса қай жерге жолықсақ болады? Сұрақ түсінікті. Мен Шымкентке көшіп келуіңізге тура келді сіздің. Рахмет. Егер гипс салынып, егер де контрактура деген болады, қатып қалған жағдай болса, онда оны травматологтардың жұмысы, егер де қолы сынып, егер де бір нервтерді үзіп кеткен, я басқа бір травма жасалған, жарақат жасалған болатын болса, онда невропатологтардың жұмысы. Шымкенттен жақсы невропатологтар дәрігер тауып, травматолог, невропатолог. Хабарласқан көрермен тыңдаймыз тағы да. Біз сіз тыңдап тұрмыз. Сұрағыңыз қоя беріңіз. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Менің 2002 жылғы ұлым бар еді. Туылғаннан ДЦП ауруымен ауырады. Ешқандай қазір жүре алмайды. Біз Астанадағы сауықтыру орталығына бір рет барып емделдік. Қайтып ол жерге емделуге мүмкіндігіміз болмай жатыр. Ендігі қазір балам 14-ке келіп қалды. Ақыл есі бәрі біледі, өздігінен отыра алмайды. Ал бірақ жаңағы көмекші адаммен отырады, бірақ екі аяғын басамайды, бір аяғынан қысқа. Ана мен бала орталығында жамбасына операция істегенбіз. Бірақ ол жамбасы қайтып не болмады жаңағы. Жамбасы қайтып жайына келмеді. Енді менің қояр сұрағым, мен енді осы баламды өзі 4-5 жылдан бері өзінің отбасылық жағдайыма қарай емдете алмай қалдым. Енді баламды қай жерлерге апарып емдетсем болады?
Рахмет. Шардара ауданынан звондап Сұрақ түсінікті. Бұл кісіде жамбасы шығып кетті деп операция жасалған. Енді бұл жерде бір нені қарау керек. ДЦП ауруында вывих деген бар, подвывих деген бар. Бұл кісінің вывих болған жағдайдың өзінде санның ішкі беттегіндегі еттер тартып тұруы мүмкін да, орнынан шығарып тастауы мүмкін. Енді оны қайтадан операция жасап орнына қойғанмен, жаңағы тартылып тұрған, қатып қалған жаңағы кісінің айтқандай спастикадағы еттерін алмаса, орнынан шығарып тастау керек. Бірінші причинаны алып тастау керек. Жаңағы етті алып тастамайды, оны етті босатып алу керек. Оған жаңағыда операция керек, болмаса диспорт керек. Сосын барып операция жасап орнына қою керек. Негізі алып келсін баланы, біз көрейік, сосын барып қай жаққа жіберу керегін, қалай емделу керегін әрі қарай. Мүмкін операцияның керек те болмауы мүмкін. 53-94-72 байланыс телефонымыз, хабарымыздың аяқталуына 7 минуттай уақыт қалды деп ескертіп жатыр режиссер. Хабарымыз келіп қатысып отқан Сакен ағаның телефонын мүмкіндік беріп отырмыз. Тағы бір қайталап өтейін, жазып алыңыздар. 8-777 362 28 83 телефонына хабарласып, тікелей маманмен байланыссаңыз болады. Аға, Қызылордадағы мекен жайыңызды толығырақ айтуыңызды көрермен сұранып жатыр. Біздің емдеу мекен жайымыз Қызылорда қаласы, КБИ микроауданы. КБИ деп айтатын түсінбейді, комбинат бетондық изделий. Сосын Көкі ұлы Есет Батыр 18 көшесі. 18. Мекен жайымыз сол. Қанат клиникасы. Иә, хабар басталғалы бері өзіңіз тұжырымдап отырған боларсыз. Жаңа дәрігерді айтты деп уақыт созып жүретіндер бар. Мүмкін білмей жататын шығар, қалай ем жолдарын таппай жататын шығар. Не айтасыз, қандай кеңесіңіз бар көрерменге? Білмейді емес, барлық дәрігерлер біледі, бірақ оның кітапта жазылғанда бұның емі жоқ деп қойылған. Ешқандай ешкімге кінә қойып, басқа бірден жаңағы біліктілігін, несін ешқандай не қылмайды, ущерб етуге болмайды. Өйткені біз қазір енді емдеп жатырмыз, жасап жатырмыз, тек білу керек та қай жаққа жіберуін, жіберіп отыруын. Мысалға көп невропатологтар, мысалы ДЦП-мен ауырған балаларды невропатологтар диспортқа жібермейді. Диспорт деген жаңағы ботулин, босатуын, еркіндік туады. Мысалы кейбір балдар соны салғаннан кейін тұрып кетіп, жүріп кетіп жатады. Болмаса жаңағы Алматы, Астана, недегі Россиядан келетін, Туладан келетін, Москваның врачтары бар. Сол кісілердің мысалға жіберетін метод Ульзибаты деген бар. Соларға жіберіп отыру керек. Өйткені көмек көрсету керек, халыққа көмек көрсету керек. Сол айтады. Сосын дәрігерлерге, педиатрларға, невропатолог, жаңағы детский невропатологтерге баланы жаңағы енді ата-анасына түсіндіріп айтады, баланы жылатпа, ренжітпе, не қылма деп. Егер де ондай қылатын болса, болмайды. Енді баланы ұрып соқпайды бұл жерде. Тек бала ата-анасының айтқанын істейтіндей болу керек. Сөйтіп тәрбиелеп өсіру керек. Сол кезде әрі қарай баланы тұрғызып алуға болады, жүргізіп алуға болады. Қоғамның кәдімгі полноценный жақсы болып кетеді. Дәл қазір орталықта қанша адам ем алып жатыр, қаншасы кезекте тұр? Дәл қазір 38 адам ем алып жатыр, 100-дің үстінде үстінде очередте тұр. Біз бұрын болып кеткен адамдарға біз не қылмаймыз, жаңа не қоймаймыз, очередке басқа бірдеңе қоймаймыз, кезекке қоймаймыз. Өйткені бір алып кеткендер біз білеміз, қандай екенін білеміз, оны уақытын созып жібермейміз. Келіп арасында алып кете береді. Ертерек ем алуына қайта жағдай жасаймыз. Аға, келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Деніңізге саулық тілейміз. Жасап жатқан сауапты істеріңіз әрдайым Алланың жаңағы елеуінде болсын дейді ғой. Сол үшін қанша жан, әлде де бүгінгі хабарымыздың барысында біз қанша жанға үміт ояттық дейміз, кішкене ынталандырдық, балалардың әлде де тұрып жүріп кетуіне мүмкіндіктің бар екендігін айтып өттік. 1 сағат уақыт бөлдік, дегенмен де әлде де осы уақыттың өзі жетпей тұрған секілді, өйткені толассыз хабарласып жатқан көрермендер бар. Қадірлі көрермен, мен тағы да естеріңізге салайын. Сакен Темірқұловтың телефон номерін жазып алыңыздар. 8-777 362 28 83. Осымен хабарымызды аяқтаймыз. Келесі аптада көтеретін тақырыбымыз ол балалар арасында кездесетін гидроцефалия дерті. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар, хабарласыңыздар. Сау болыңыз.